достар, сіздермен бүгін біз Әлия, Мерей. Бүгінгі біздің жаңа видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы видеода өзіміз мектепке қалай баратындарымызды және сіздерге көптеген луктарды көрсетеміз. Сіздер біздің соңғы видеомызға 2000 лайк жинаған болатынсыздар. Сұрағандай біз және де одан да көп жинап жатсыздар. Сондықтан да біз осы мектепке арналған образдарды Back to School рубрикасын қайтадан түсіріп отырмыз. Қазір біз сіздерге мектепке арналған бірнеше образдарды көрсетеміз және де біз өзімізде күнделікті солай мектепке барамыз. Сіздер де біздің образдарымызды көріп, және де комментарияға өздеріңіздің бағасын қойып, қай образ қаттырақ ұнады соны жазып кетсеңіздер болады. Сондай-ақ бізден осы образдарды мектепке арналған идеяларын алсаңыздар болады. Осы видеоны ұнайтынына сенімдіміз, сондықтан видеоны соңына дейін көр. Ендеше видеоны бастайық. Кеттік. Ал біздің бірінші лугымыз осындай ақ рубашкадан және де брюкиден тұратын болады. Мінекей осындай оверсайз рубашка аламыз, ештеңесіз, просто осындай белый. Қазір осы мінекей мен киіп алған болатынмын. Енді қазір біз осындай классический брюки аламыз. Бұл ештеңесіз, осындай школьный формаға келеді. Қазіргі тренд аяқ киім осындай конверсы белый түсін киеміз. Келесі біздің образымызға осындай минимализм жилеткасы керек болады. Осындай қара, үсті де өте әдемі көрінеді. Мынау суреттерден де көрсеңіздер болады. Прям Pinterest боласыздар. Маған осы жилетка прям қатты ұнайды. Егер әрине де сіздерге рұқсат берсе, сіздер классика шалбардың орнына осындай ақ джинсы кисеңіздер болады. Тоже өте әдемі көрінеді. Қараңыздар. Және де сіздер әшейін ақ рубашка мен брюкиді кимей, және де тағы да костюмді қоссаңыздар болады. Тоже стильно, әдемі көрінеді. Осындай әртүрлі белдіктерді алып, осы костюмның сыртына байласаңыздар да әдемі көрінеді. Қараңыздар. Ал енді менде сіздерге өзімнің мектептегі образдарымды көрсетейін. Алғашқы образ ол бізде осындай ақ рубашкадан тұрады. Қазіргі кезде осындай простой оверсайз рубашкалар трендте, сондықтан да осындай ақ рубашканы киіп аламыз. Қазіргі школьный хит ол бізде теннисный юбкалар, әрине де, сондықтан да менде де осындай қара түсті теннисный юбка алған болатынмын. Ақ рубашкамен киіп мектепке дайын образ шығады. Жаңағы образымызға Мерейдің қара түсті жилеткасын кисек те жаңа образ шығаруға болады. Қараңыздар қандай күшті және де өте стильный болып шығатынын. Ішіне де салып қойсаңыздар болады юбканың, сол кезде өте әдемі көрінеді. Маған осы образ қатты ұнайды. Біздің мектептің формасы осындай клетчатый юбка. Қазір осындай киіп аламыз. Сіздер де өздеріңіздің осындай школьный формаларыңызды кисеңіздер болады. Мен негізі күнделікті осымен де бара беремін. Осының үстіне өздеріңіздің жакеттеріңізді немесе костюмдеріңізді кисеңіздер де болады. Әдемі көрінеді. Осы юбка қалай жакетпен тұратын көргілеріңіз келсе, келесі кадрлардан көрсеңіздер болады. Сол жерде мен қалай әдемі кисе болатынын көрсеттім. Біздің мектепте қатаң түрде форма киюдің қажеті жоқ, сондықтан да қара ақ болса болды. Менде осындай қара кожаный юбка бар, және де рубашка мен ол өте әдемі және де сай келеді. Қараңыздар қандай школьный және де бір жағынан өте стильный образ шыққанын. Осылайша әдемі образбен мектепке барсаңыздар болады. Күздің салқын күндері әрине де костюм ең қажетті зат болып саналады. Себебі бір жағынан сіздер костюм арқылы тоңып қалмайсыздар, ал екінші жағынан стильный образ жасасаңыздар да болады. Бүгінгі видеодағы ең соңғы образ менде осындай юбкамен тұрады. Бұл юбканы әрине де көпке бермеймін, себебі мектепте бізде негізі қара ақ болғандықтан бұны тек суббота күндері киюге болады.
мінекей біздің видео аяқталды, және де осы луктарымызды бітті. Егер де бұл образдар сіздерге ұнаса және де видео ұнаса, әрине де лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер, қай образ больше ұнады, соны комментарийға жазыңыздар. Біз осы видеоны түсіруге өте көп уақыт кетірдік. Киімдерді шешіп киюге өте көп уақыт кетеді. Сондықтан да достар, сіздер осы видеоны бағалап, көп лайктарды басып, пікірлеріңізді комментарийға жазыңыздар. Егер арнаға әлі де тіркелмеген болсаң, міндетті түрде тіркеліп кет, себебі алдыда әлі де көптеген қызықты видеолар шығады. Осы видеомызға актив танытыңыздар, сол кезде біз осы аптасына 3-4 видеодан түсіріп тұрамыз. Сіздер үшін енді активный болуға тырысамыз, сондықтан да барынша бізге де актив көрсетіп отырыңыздар. Және де бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк пен комментариймен бағалап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған біз Әлия. Мерей. Келесі видеода жолыққанша. Пока-пока.